Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйдегі қарапайым заттардан жасалынатын ең дәмді әрі жұмсақ болып шығатын батоннан жасаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерде де дәл осылай жұмсақ болып көтеріліп шығатынына сенімдімін. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз, шекер және де құрғақ дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне 3 ас қасық майонез саламыз. Майонездің орнына қаймақ қолдансаңыздар да болады. Тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды жағамыз. Келесі кезекте осы сұйық массамыздың үстіне ұнымызды салып, алдын ала лопатканың көмегімен, содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа көтеріліп ашығанша қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды алып, теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың бірінші бөлігін алып, осы видеода көрсетілгендей етіп, формасын шығарып, жайып шығамыз. Жайып болғаннан соң, осы видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды орап шығамыз. Дайын болған қамырымызды осындай арнайы формамызға салып, бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз. Тағы да аз ғана біздің қамырымыз көтерілуі қажет. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз көтерілді. Енді пышақтың ұшымен ғана дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сары-уызын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған печкеде 180 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің батоннанымыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.